қосымша құлшылықты парыз етілгендей жаса. Әли ибн Ахмад. Ай толғанда ораза ұстау. Абдуллах бин Амр бин Аль-Асаның Алла оған разы болсын сөздерінен Алла елшісінің оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай дегені риуаят етілген: ай сайын 3 күн ораза ұстау үздіксіз ораза ұстаумен тең. Ибн Аббастың Алла оған разы болсын былай дегені хабарланады: Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын ай толған күндері үйде болсын түзде болсын әрдайым ораза ұстайтын. Мұнда ақ күндері ораза ұстау деп әр айдың 13, 14, 15 жұлдызы жайлы айтылып тұр. Ескертпе: Катада бин Милханның Алла оған разы болсын былай дегені хабарланады: Алла елшісі бізге айдың 13, 14 және 15 күндері ораза ұстауды әмір етті. Джарир Алла оған разы болсын, Алла елшісінің оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын мына сөздерін риуаят еткен: ай күнтізбесінің әр айының 13, 14 және 15 жұлдызында ораза ұстау 1 жыл ораза ұстаумен пара-пар. Тахият аль-вуду дәрет алғаннан кейін намаз оқу. Пайғамбардың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай дегені риуаят етілген: мұқият дәрет алғаннан кейін шын ықыласпен, барынтасымен 2 рәкағат намаз оқыған адамның жәннатқа кіруге хақы бар. Бірде таңертеңгілік Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын Біләлді қасына шақырып былай сұраған: Біләл, менен бұрын жәннатқа кіретіндей қандай амал жасадың? Мен қай кезде түсімде жәннатқа кірсемде алдыңғы жақтан сенің аяқ басқан дыбыстарыңды естеймін. Кеше кешкісінде жәннатқа кіргенімде тағы да алдыңғы жақтан сенің қадам басқан дыбысыңды естідім. Біләл Алла оған разы болсын былай деп жауап берген: Уа Алла елшісі, мен азан айтқан сайын міндетті түрде 2 рәкағат намаз оқимын. Дәретім бұзылғанда дереу қайта дәрет алып 2 рәкағат намаз оқуды Алланың алдындағы борышым деп санаймын. Сонда Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деп тіл қатқан: Міне, осы 2 амалыңның берекесінің арқасында. Жаратқан Раббымыздың елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: егер кімде-кім дәрет алып болып أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين десе, оның алдынан жәннаттың 8 қақпасы ашылады және ол қалаған қақпасынан кіре алады. Салят ад-духа. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: егер Алланың құлы парыз емес нәпіл намаздың 12 рәкатын оқыса, Алла оған арнап жәннаттан үй тұрғызады. Сондай-ақ пайғамбардың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай дегені риуаят етілген: 2 рәкағат духа намазын оқуда табандылық танытқан адамның теңіздің көбігіндей көп кіші күнәлары болса да кешіріледі. Бұл намаздың уақыты күн шыққаннан кейін намаз оқу үшін махрух болып саналатын уақыт аяқталған соң кіреді де күн тас төбеге жақындағанда шығады. Бесін намазының уақытынан 20-40 минут бұрын. Оны зәуал уақытында, яғни бесін намазынан 5-10 минут бұрын оқып қоймаңыз. Духа намазы таң намазынан кейінгі уақыттың 4-тен 1 өткен соң басталып, күн түйенің тұяғы күйетіндей биікке көтерілгенге дейін оқылады. Ишрақ намазы. Пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: кімде-кім таң намазын жамағатпен бірге оқып, сол орнынан қозғалмастан күн шыққанға дейін зікір айтса, содан соң 2 рәкат ишрақ намазын оқыса, қажылықпен умра жасағандай сауапқа ие болады. Түсініктеме: кем дегенде оқылуы керек болған рәкағат саны 2, кеңес етілетіні 4. Егер таң намазын жамағатпен бірге оқуға мүмкіндігіңіз болмаған болса, жалғыз оқысаңыз да болады. Мұндай жағдайда да дәл сондай сауапқа кенелесіз. Ақшам намазынан кейін 6 рәкағат. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: кімде-кім 4-ші намаз ақшамнан кейін 5-ші намаз құптаның уақыты кіргенге дейін артық сөз айтпай 6 рәкағат намаз оқыса, 12 жыл ғибадат жасаған адамның сауабын алады. Түсініктеме: бұл жерде артық сөз деп дүнияуи әңгіме жайында айтылып жатыр. Бұл намазды 2 рәкағат сүннет намазбен намаздан соңғы зікірден кейін оқыңыз. Күні бойына 12 рәкағат нәпіл намаз оқу. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: кімде-кім күніне 12 рәкағат сүннет намазын оқыса, міндетті болған парыз намаздарды қоспағанда, сол адамға жәннаттан үй тұрғызылады. Әдетте осы 12 рәкағатқа күні бойы парыз намазбен бірге оқылатын сүннет намаздар жатқызылады. Таң намазына дейін 2 рәкат,
бесінге дейін 4 рәкат, бесіннен кейінгі 2 рәкат, ақшамнан кейін 2 рәкат және құптаннан кейінгі 2 рәкат намаз. Бірақ хадисте айтылған 12 рәкатқа қалған нәпіл намаздарды да жатқызуға болады. Мәселен, тахаджуд, тахиятан, ишрақ және тағы басқалары. Пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: Алла сендерге қажылықтың сауабымен бірдей жамағатпен оқылатын құптан намазы мен умраның сауабымен бірдей жамағатпен оқылатын ақшам намазын сыйға тарту етпеді ме? Парыз намаздан кейінгі зікір. Бірде кедей мұхаджирлер пайғамбарға оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, жоқ жітіктерге қарағанда бай мұсылмандар көбірек игі амал жасайтынын айтып шағымданған. Олар былай деген: байлар да дәл біз сияқты намаз оқиды, ораза ұстайды, бірақ олар садақа таратады, ал біз таратпаймыз. Сондай-ақ олар адамдарды құлдықтан құтқарады, ал бұл біздің қолымыздан келмейді. Мұхаммед пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деп тіл қатқан: қаласаңдар, сендерден бұрын өмір сүргендерді басып озып, сендерден кейін келетіндерден ілгері болудың жолын үйретейін. Сонда дәл сол амалды жасамайынша сендерден ешкім асып түсе алмайды. Әр намаздан кейін Алланы 33 рет дәріптеп, мадақтап ұлықтаңдар, яғни Субханалла, Вальхамдулилля, Аллаху акбар сөздерін 33 реттен қайталап шығыңдар. Біршама уақыт өткеннен кейін кедей мұхаджирлер пайғамбарға оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын тағы да келіп былай деген: дәулетті бауырларымыз біздің жасап жүрген амалымызды естіп қойды, енді олар да соны жасай бастады. Сонда Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деп жауап қатқан: бұл Алланың рахымы, Алла оны қалаған адамына сыйға тартады. Ескертпе, хадистің бірнеше нұсқасы бар. Парыз намаздармен бірге сүннет намазын оқып, содан соң зікір айтыңдар. Аят әл-Курси. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: әр намаздан кейін аят әл-Курсиді оққан адамның жәннатқа кіруіне ажал ғана кедергі. Азаншыдан кейін азанның сөздерін қайталау. Пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: азаншының сөздерін шын жүрегімен қайталаған адам жәннатқа кіреді. Түсініктеме: азаншы азан айтқанда сөздерін қайталаған абзал. Бесін намазының 4 рәкат сүннеті. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: бесін намазының парызынан бұрын және кейін тұрақты түрде 4 рәкат сүннет оқыған адамға Алла тозақ отын харам етеді. Мынадай тәртіппен оқыған абзал: 4 рәкат сүннет намаз, 4 рәкат парыз намаз, 2 рәкат сүннет және 2 рәкат нәпіл намаз. Тахаджуд намазы. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: ей адамдар, сәлем таратыңдар, өзгелерді тамақтандырыңдар, туысқанды қарым-қатынасты сақтаңдар және түнгі уақытта басқа адамдар ұйықтап жатқанда намаз оқыңдар, сонда жәннатқа бейбітшілікпен кіресіңдер. Егер тахаджуд намазын оқи алмай қалған болсаңыз, оны духа намазының уақытында оқуыңызға болады. Тахаджудқа тұра алмасаңыз, Қаф сүресінің соңғы 2 аятын оқыңыз. Өзіңіз білетін ең ұзақ сүрені оқыңыз да, сонан соң Ихлас сүресін оқыңыз. Үтір намазы тахаджудтан кейін оқылады. Тәсбих намазы. Имам Тирмизидің Абу Рафиғадан, Алла оған разы болсын, риуаят еткен хадисінде былай делінген: Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, ағасы Аббасқа былай деді: уа ағатай, саған достық пейілмен бір кеңес айтайын ба, саған бір жақсылық жасайын ба, сені табысқа жеткізетін амалды көрсетейін бе? Аббас, Алла оған разы болсын, я, уа Алланың елшісі деп жауап берді. Сонда пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деді: уа аға, 4 рәкат намаз оқы, әр рәкатта Фатиха сүресі мен тағы бір сүрені оқы. Содан соң рүкүғке бармай тұрып 15 рет Алла ұлық, барлық мақтау-мадақ Аллаға тән, Алла кемшілік атаулыдан пәк деп айт. Рүкүғқа барғанда, қиямда тұрғанда, сәждеге барғанда, 2 сәжденің арасында отырғанда, 2-ші рет сәждеге барғанда, 2 сәжде жасағаннан кейін тұрмас бұрын отырып, 10 реттен айтып шығу керек. Осылайша әр рәкатта 75 рет осындай зікір тәсбих айтылады, ал 4 рәкатта 300 рет айтылады. Сонда Алла Құмды тауының көлеміндей күнәң болса да, Алла сені кешіреді. Аббас, Алла оған разы болсын, былай деді: уа Алла елшісі, мұны күн сайын жасау кімнің қолынан келеді? Күн сайын жасай алмасаң, аптасына 1 рет жаса, аптасына 1 рет жасай алмасаң, айына 1 рет жаса. Сөйтіп ол, ең болмаса жылына 1 рет жаса дегенге дейін айта берді. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: тәсбих намазы Алланың ең ұлы сыйы.
Сол намаздың сауабы ретінде адамның құпия немесе ашық түрде, білімсіздікпен немесе біле тұра жасағандығына қарамастан, бұрынғы және жаңа күнәларының барлығы кешіріледі. Сол себепті таспих намазын күн сайын оқуға тырысыңдар. Күн сайын қолдарыңнан келмесе, аптасына бір рет, жұма күні оқыған абзалырақ, немесе айына бір рет. Оған да шамаларың жетпесе, жылына бір рет оқыңдар. Ал ең кем дегенде, тым болмаса өмірлерінде бір рет оқыңдар. Түсініктеме: бұл намазды оқуға жарты сағатқа жуық уақыт кетеді. Бұл намазды апта сайын жұма күндері оқуға тырысыңыз. Егер таспихты есте сақтай алатын болсаңдар, қолмен санамаңдар. Рат әл-Мухтар. Екі жүзділік пен тамұқ отынан азаттық. Пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: 40 күн қатарынан алғашқы тәкбірге үлгеріп, намазын жамағатпен шын ықыласпен оқыған адам екі сыйға кенеледі. Біреуі тозақтан босатылу, екіншісі нифақтан, 200-ліктен азат болу. Бір қадам бір жыл құлшылыққа тең. Алла елшісінің оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай дегені риуаят етілген: кімде-кім жұба күні жұбайының ғұсыл алуына себепкер болып, өзі де ғұсыл алып, сонан соң уағыз тыңдау үшін намазға ертерек шықса және мешітке көлікпен емес, жаяу барса, содан соң имамның қасына жақын отырып, ештеңеге алаңдамай уағызды мұқият тыңдаса, ол адамның әрбір қадам үшін бір жыл бойы ізгі амал жасағандай сауап жазылады. Тозақ отынан азат болу. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: ақшам намазын оқып болғанда, я Алла, мені оттан құтқара көр деп 7 рет айтыңдар. Осыны айтып, сол күні түнде дүние салған адамға тозақ отынан қорғаныш беріледі. Таң намазынан кейін осы сөзді айтып, сол күннің ішінде көз жұмған адамға тозақ отынан қорғаныш беріледі. Қабір азабынан қорғаныш. Пайғамбардың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай дегені риуаят етілген: түнгі уақытта Мүлк сүресін оқыған адам қабір азабынан қорғанышта болады. Түсініктеме: өзге хадистерге сәйкес, бұл сүре өзін оқыған адам кешірілмейінше оған шапағат етіп тұрады деген. Ол өзін оқыған адамды жәннатқа кіргізгенге дейін қорғап тұрды. Әл-Мүлк сүресін құптан намазынан кейін оқыған абзал. Зікірдің әр түрі үшін сый. Пайғамбардың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын сөздерінен жеткізілген: رضيت بالله ربا وبإسلام مدينا وبمحمد رسولا. Аллаға раб ретінде, исламға дін ретінде және Мұхаммедке елші ретінде разымын деген адам үшін жәннат міндетті болады. Төмендегі сөздерді 100 рет айтуға ештеңе тең келмейді. Пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: бір күнде Субханаллахи ва бихамдихи деп 100 рет айтқан адамның күнәлары теңіз көбігіндей көп болса да кешіріледі. Сондай-ақ басқа хадисте былай делінеді: қиямет күні таңертеңгі және кешкі уақытта Субханаллахи ва бихамдихи деп 100 рет айтқан адамнан артық амалдары мен тақуа жан болмайды. Осы сөздерді осыншама мәрте немесе одан да көп айтқандарды қоспағанда. Зікірге небәрі 3 минут уақыт кетеді. Төмендегі зікірді оқыған адамға жәннат міндетті болады. Алла елшісінің оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай дегені риуаят етілген: кешкі уақытта кәміл сеніммен: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Я Алла, сен менің Раббымсың, сенен басқа құлшылыққа лайықты құдай жоқ. Сен мені жараттың, ал мен сенің құлыңмын. Менің күш құдіретім жеткенше саған деген уәдемді әрі сертімді сақтаймын. Әрі жасаған істерімнің жамандығынан өзіңе сиынамын. Маған берген нығметтеріңді мойындап, әрі күнәларымды да мойындаймын. Мені жарылқай көр. Шын мәнінде сенен өзге күнәларды жарылқаушы ешкім жоқ деп айтып, сол түнде қайтыс болған адам жәннатқа кіреді. Ал мұны таңертеңгі уақытта айтып, сол күні қайтыс болған адам жәннатқа кіреді. Басқа да зікірлер. Пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: мүмін ерлер мен әйелдер үшін жарылқау сұраған адамға Алла тағала әрбір мүмін ер мен әйелдің сауабын жасады. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. Пайғамбардың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын хадисінен риуаят етілген: Ихлас сүресін бір күнде 200 рет оқыған адамның 50 жылда жасаған күнәлары өшіріледі, егер ол қарыз болмаса ғана. Дарими риуаят еткен хадисте сүрені 50 рет қайталау керектігі айтылған. Пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: базарға келіп,
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي يميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Деген адамға Алла миллион ізгі амал жасады, миллион күнәсін кешіреді және жәннаттан үй тұрғызады.